Жуырда ауыл партиясының Түркістан облысы бойынша өңірлік филиалының төрағасы болып Қалмұратов Төрегелді Оразалыұлы сайланды. Төрегелді Оразалыұлы Түркістан облыстық мәслихатының 7 және 8 шақырылымдағы белсенді депутатының бірі. Кәсіпкерлік саласымен бірге өңірдің ауыл шаруашылық саласына сүбелі үлес қосып келе жатқан азамат. Әсіресе облысқа шетелдік инвесторларды тарту арқылы бірқатар маңызды жобалардың жүзеге асуына мұрындық бола білген Төрегелді Оразалыұлы жуырда Сайрам ауданында іске қосылған завод автотехнология деп аталатын алғашқы көлік құрастыру зауытының жоба авторы болып табылады. Негізінен зиянкестерге қарсы залалсыздандыру шараларына қажетті тіркемелі техникалар мен шаруашылық жұмыстарына арналған отандық өнімдер бүгінде жергілікті жерде құрастырылып шығарылуда. Аталмыш зауыт бүгінгі таңда бірінші кезеңдегі өндірістік қуаттылығы бойынша жұмыс жасап тұрса, алдағы уақытта отандық өндірістің өнім көлемі арта түспек. Осы орайда іскер азамат, белсенді депутат әрі ауыл партиясының Түркістан облысы бойынша өңірлік филиалының төрағасы Төрегелді Қалмұратовпен арнайы сұхбаттасқан болатынбыз. Құрметті Төрегелді Оразалыұлы, өзіңізді енді Түркістан облысының жұртшылығы етене танитын азаматсыз. Түркістан облыстық мәслихатының депутатысыз. Сонымен бірге бірінші кезекте құттықтаймыз. Жуырда мынау ауыл партиясы Түркістан облыстық өңірлік филиалының төрағасы болып сайланып отырсыз бір ауыздан. Енді осы өзіңізде бұған дейін енді талай жылдан бері осы ауыл партиясының төңірегінде тер төгіп келе жатқан азаматсыз ғой. Жалпы өзіңіздің жоспарыңыз бен партия жұмысын әрмен қарай ілгерілету уақытында қандай жоспарлар бар, осы жағымен таныстырып өтсеңіз бірінші кезекте. Рахмет. Енді соңғы кездерде өздеріңізді білесіздер, елімізде барлық салада үлкен өзгерістер болып жатыр. Оның үстіне белгілі осы өткен сайлауда ауыл партиясы өз дәрежесіне жетіп, өз орнын жоғарғы парламент мінбелерінен алды. Одан бөлек біздің облысымызда да партияның депутаттары сайланды. Соның бірі өзіммін. Әрине осы негізгі мәселе адамның ішкі дүниесінде болғаны кейін ауылға жақын, ауылға осындай бет бұрып тұратын, ауыл десе жеген асын жерге қойып барып жұмыс атқаратын сондай жағдайлардың бәрінен өттік. Міне, сондықтан осы ауыл партиясының қазір бірден бір белсенді мүшесі болып, міне өзіміздің жоғарғы аппараттың шешімімен, осындай Серік Рахметоллаұлының бұйрығымен ауыл партиясының төрағасы болып тағайындалдым. Әрине, ол бір мансап емес, басқа емес, бәрін топтап алғанда елге қызмет жасау, мемлекеттің осындай мүддесін қорғау, халық пен биліктің арасын жақындату және де осы халықтың игі істерін ары қарай жақсарту болып отырады ғой. Мүшелеріміз бар, біздің Түркістан облысында 31 мыңнан астам мүшеміз бар, ардагерлеріміз бар. Міне Нұржан Нұрмағамбетұлы біздің осындай бізді тәрбиелеп, осындай дәрежеге жеткізіп, осы керемет болып қазір өзі партиямыздың кеңесшісі әрі аппарат басшысы болып жұмыс істеп жатыр. Осындай үлкен Нартай Әшірбайұлы азаматымыз бар. Осындай азаматтармен бірігіп, ауданның төрағалары бар. Бәріміз бірге партияның туын тік ұстап, беделін көтеруге жұмыс істеп жатырмыз. Барлығының мақсаты халықтың осындай әлеуметтік, экономикалық, мәдени, тұрмыстық жағдайларын жақсарту жағдайда жұмыс істеу ғой. Төрегелді Оразалыұлы енді ауыл партиясының өзі аты да айтып тұр ғой, ауыл халқымен, шаруашылықтармен, шаруашылық төрағаларымен етене байланысты жұмыс істейсіздер. Түркістан облысының өзі ауыл шаруашылығына бейім аймақ. Сіз енді осы салада да тәжірибеңіз мол азаматсыз. Мынау енді соңғы жылдары ағын судың ахуалы ең өзекті мәселесі болып отыр. Биыл былай айтқанда қуаңшылық дейді, шөлейт дейді, басқа да теңеулер бар. Бірақ дегенмен өздеріңіз қарасаңыздар, қазір шілде айына жетпей Алатаудың үстінде қар еріп, біз ақ қар көрмедік. Әртүрлі себептерге байланысты, табиғи себептерге байланысты су азайып кетті. Бұрынғы қарағанда 30%-дан аз болып бара жатыр. Әрине біздің Түркістан облысының 80% ауыл шаруашылығымен айналысады. 80% ауыл жердегі осы ауыл шаруашылығымен күн көріп отқан азаматтарымызбен елді мекендеріміз. Биыл күрделі жағдай туындады, өздеріңіз білесіздер, жаңағы президенттің тапсырмасымен осында комиссия келді, премьер-министр өзі келді, сонымен бәрі осы талқыланып бір шешімге келіп жатыр. Өз тарапымыздан енді біз ауыл партиясының осындай ақсақалдарымен бұрыннан тәжірибесі бар азаматтармен бұл мәселені талқыладық. Сол кезде осындай
қосымша су қоймалары салу туралы бір ұсыныстар бергіміз келіп отыр. Әсіресе мынау Көксарай сияқты және де қосымша су сақтау, қыстың күні суды жинап, жаздың күні шаруаларға сол жерден су таратып отыратын мәселелерді шешу керек. Таудан ағып жатқан суларды тиімді қолдану керек. Елді мекендердегі мынау алғын су, ауыз су ысырапшылықты кішкене болдырма мәселелерін айтып отырмыз. Осындай әр жиында, әр жерлерде осы мәселелерді көтеріп, халықпен етене бірге жұмыс істеп отырмыз. Бүгін мынау сіздердің мынау жиынның үстінен түстік. Мынау бүгін өздеріңіздің конференцияларыңызды өткізіп жатыр екенсіздер. Жалпы ауыл партиясының атынан бір үміткер ұсынып жатыр деп естіп жатырмыз, мысалы ауданда. Жалпы өзіңіз тарқатып айтып өтсеңіз. Өздеріңіз білесіздер, осы соңғы кездегі саяси мәселелерге байланысты біздің осы жоғарғы биліктегі шешім қабылдап отыр. Халықпен біргелесіп халыққа жақындау жұмыс істеу үшін тағайындаудан гөрі сайлау мәселесі дұрыс деп шешім қабылданды. Осыған байланысты биыл Сайрам ауданының әкімінің өкілеттерге тоқтап, жақын арада сайлау науқаны басталғалы отыр. Ауыл партиясы ретінде біз бір орнымыз бар деп санаймыз осы Түркістан облысында. Сондықтан біз осы Сайрам ауданының әкімдігіне өз үміткерімізді ұсынып отырмыз. Бүгін қана 15-ші конференциямыз шақырып, 15-ші конференциямызда делегаттарымызды жинап, осындай Руслан Жұмабеков деген азаматымызды ұсынып отырмыз. Ол азаматымыз осында кәсіпкер, осы ауданның беделді азаматы, елді мекенге еңбек етіп, халықтың арасында беделі мол азамат. Осы Сайрам ауданының 7-ші шақырылымдағы депутаты, беделді, белсенді депутаты, ел үшін еңбек етіп жүрген, ел үшін маңдай терін төгіп жүрген азамат. Орталық аппараттан келісіп, міне ол кісінің кандидатын ұсынып отырмыз. Төрегелді Оразалыұлы, енді партиялық жұмыстан өзге сіздің депутаттық жұмысыңызда үлкен маңызға ие. Мынау халықтың аманаты бар, өзіңізге сайлау кезінде дауыс берген азаматтардың. Сіз енді белсенді депутаттың бірісіз, әлеуметтік желілерде де жиі мәселелер көтеріп жатасыз. Жалпы өзіңіз енді осы шақырылымда қандай өзекті мәселелердің шешілуіне, қаржы бөлдіруге ықпал ете алып жатсыз? Енді бірден бір мәселе осы 7-ші шақырылымнан бері біз мынау Төле би ауданындағы ауыз су мәселесі. Сол 7-ші шақырылымда басталған осындай мәселе, проблема дейміз ғой, халықтың арасындағы. Тау беткейінде отырып 12 елді мекен, 25 мыңнан астам халқы бар. Көктем күз айларында үйінен ағатын ауыз суларының бәрі лайқаланып отыр. Оның себеп салдарын бәрін талқылап, міне осы бір 2 ай бұрын ғана шешімін тапты. Төле би ауданында үлкен жиналыс өтіп, біздің жоғарғы сенаторлар келіп, мәжіліс депутаттары келіп, осы жерде талқыға салып, соңғы нүктесін қойды. Сол жерде біз 2 жылдан бері атқарған жұмысымыз, біз қорықты әкімшілікпен келісімшартқа тұрғызып бердік. Қорық өзінің табиғи қорғау аймағына рұқсат береді, әкімшілік оған қаржы бөліп, сол 4,5 километр құбырды жүргізіп, Төле би ауданында Төңкеріс ауылының жоғары жағында қорықтың аумағында орналасқан Бақырауық деген бұлақтан су көзі жетеді, санитарлық талаптарға сай су көзі бар. Содан алып, мынау құбырға қосып, жаңағы 12 елді мекенді ауыз сумен, таза ауыз сумен қамтамасыз етілетін жоба шешілді. Оның тағы бір мәселесі, біз осы мәселені Сенатқа дейін жеткізіп, ол кісілер әрі қарай бұл мынау ЮНЕСКО дейміз ғой, ЮНЕСКОға ұсыныс айтып, кеше 6 шілде мен 16 шілдеде бұл мәселе талқыланып, күн тәртібінде қойылды. ЮНЕСКО мәселесінен талқыланып, ол егерде шешім тауып жатса, тек қана Түркістан облысы емес, біздің Қазақстан Республикасындағы барлық табиғи қорғау аймақтарындағы халыққа осындай игі, халыққа қажетті, бірінші қажетті мәселелердің бәрін шешім табады деген ойдамыз. Өзіңіз енді ауыл шаруашылық саласымен етене тығыз байланыста жұмыс жасайсыз. Соңғы жылдары шетелдерден инвестор тарту ісінде өте белсенді жұмыс жасап жатсыз. Жалпы көптеген ауыл шаруашылық техникаларын әкеліп жатсыз, болмаса өндіріп жатсыз. Осында қандай жобаларды жүзеге асырып жатсыз қазіргі таңда? Өздеріңіз көресіздер, танысып жатарсыздар. Мұнда біз завод автотехнология деген завод жігіттер өзі бұрыннан сол салада жасап жүрген бірнеше жігіт құрған. Соның авторлық идеясын мен ұсындым. Қандай техникалар қажет,
соны зерттеп зерделеп Қазақстан Республика бойынша тек қана біздің өңір емес, солтүстік шығыс өңірлеріне қандай техникалар қажет, соны зерттеп, сол техникаларды осы жерде құрастыру мәселесін жасап, қазір жоба аяқталу ісінде. Ертең 22 октябрьде өтетін ауыл шаруашылық жәрмеңкесінде осы техникалардың бәрі тұрып халыққа көрініс көрсетеді. Егер де ұнап жатса, оның бағасы, тиімділігі, жұмыс атқаратын мәселелермен халыққа жарнама жасап, сол халықтарға біріншіден төмен бағамен әрі сапалы, тиімді техникалар ұсынғымыз келіп отыр. Ал инвестиция мәселесіне келгенде, енді біз осыдан 3-4 жыл бұрын жүргек өндірісін құрдық. Ол жерде жаңағы сапалы, қолжетімді, жаңағы арзандатылған бағамен халыққа өнім беру мәселесі, ол және де ол жерде үлкен мәселе, ол біздің Қазақстанда жасалған деген аты бар. Жаңағы айтып отқан ауыл шаруашылық техникамызда Қазақстанда жасалған атаумен шығады. Оның аналогы жоқ, бірақ өте тиімді техникалар барлық салада қолдануға болады. Мысалы үшін инвестиция мәселесін айтсақ, жаңағы мақта, өздеріңіз білесіздер, біздің өңірімізде 53 мың гектарды алып Нихуа деген компания келіп мақта егіп жатыр. Биыл жылы 32 мың гектарын игеріп жұмыс атқарып жатыр. Сол сияқты басқа да инвесторларды әкеліп қайта өңдеу, жүгері саласында қайта өңдеу, және де мақтаның ұрығын жаңарту мәселесімен. Біздің енді ескі технологиямен келе жатқан шаруаларымызда мақтаның ұрығы 2-3 тоннаның арасында береді. Жақсылап баптап күтсе, ол 4 тоннадан алатын шығар. Бірақ ұрығын алмастырып, жаңа технологияға көшсе, олар 6-7 тонна гектарынан мақта алатын мүмкіндіктері бар. Осы мәселемен мен осы парламент біздің әріптестерімізге ұсынысымызды айттық. Осы өңірдегі ауыл партиясының атынан, өздеріңіз білесіздер, Нұржан Нұрмағамбетұлы, ол ғылыми салада жұмыс істеген азамат, мал шаруашылығы болғанмен егін шаруашылығында қоса алып жүрген азамат. Біз қарап осы мәселені жоғарғы депутаттарға ұсындық. Осы каникулдан шыққаннан кейін бұл мәселе талқыланып, бұл біздің оңтүстік өңірдегі мақтамен айналысатын шаруаларға тиімді бір жоба жасасақ деп отырмыз. Енді өзіңіз осы техника құрастыру, трактор құрастыру зауыты деп айтып өттіңіз ғой. Жалпы енді осы өндірісте қанша азамат болашақта жұмыспен қамтылады, қуаты қалай болады, оның өңір шаруаларының қызығушылығы қалай болады? Қазір бұл мәселемен ең бірінші мынау зиянкестерге қарсы мәселені биыл ауыл шаруашылық министрлігінде 3 жылдан бері өтіп отқан зиянкестермен күресі, оның ішінде шегірткенің әртүрлі зиянкестермен күрес мәселесіндегі бірінші ұсынысымызды айттық. Ол енді барлық өңірде 8 облыста тәжірибеден өтті. Менің ойымша ары қарай жеке кәсіпкерлер алады деген ойдамыз. Бұл бір ауыл шаруашылық техникасы болғанмен трактор дегенмен көзге трактор елестейді ғой, бірақ олар трактор емес, түрі мәшинеге ұқсас болуы мүмкін, түрі басқа техникаға ұқсас болуы мүмкін, бірақ халыққа тиімді жұмыс жасайды. Ол жерде мәселен бір ерекшелікті айтып кетейін. Бір сол сіз айтып отқан трактор немесе мен айтып отқан мәшине бір өзінде 10 немесе 20 кузов дейміз ғой, арқасында жаңағысы болады. Оны кез келген жерге тастап кетеді. Сол жерге ауыл шаруашылық өнімін салады ма, немесе күл қоқысын сала ма, басқа затын сала ма, соны ертесіне барып алып кетіп, басқа қоймаларға барып төгетін мүмкіндіктері бар. Бір техникада 10-нан астам кузов болады. Өте тиімді әмбебап технология. Ол әрі тасымалдауға да, су тасуға да, жаңағы шаруаның шөбін тасуға да, жемін тасуға да, басқа да дәнді дақылдарын, көкөніс өнімдерін тасуға мүмкіндігі бар. Осы техникалар Сайрам ауданында құрастырылады. Сайрам ауданында құрастырылып отыр. Жылына қуаттылық қанша болашақ жоспар? Енді болашақ жоспар, біз оны барлық өңірге филиалын ашатын ойымыз бар. Қазір Абай облысымен сөз жүргізіп жатырмыз, келісім сөз. Қызылордамен және күріш саласына қатысты мәселелерді пысықтап жатырмыз. Ол жерде күріш саласында мәселен доңғалақты техникаларын су батпақта жүру қиындыққа соғады. Сондықтан біз оларға бұрынғы шынжыр табан дейтін едік қой, шынжыр балақ, шынжыр табан тракторлар. Соның орнына жаңағы резинкеден жасалған жүретін, ол батпайтын және де құмда да суда да жүре беретін технологияны ұсынып отырмыз. Олармен қазір талқылау басталып кетті. Келесі жылдар жемісін береді деген ниеттеміз.
бір сайрам ауданының өзінде мысалы болашақ қуаты қанша болуы мүмкін бір жылда өндіру? Биылғы жылға сол заводтың өнімін есептеп айтқанда 170 техника өндіріп шаруаларға ұсынып сатты. Оның ішінде әртүрлісі бар, 4 түрі бар. Соның жалпысын біз есептеп өткенде бір мәлімет алдырдық. Сол кезде 170 дана болып отыр. Биылғы жартыжылдықтың өзінде тек біздің облыста ғана. Егер де осылай ол үлкен дәрежеде жұмыс атқарылса, менің ойымша жылына 2000-3000 техника Қазақстан Республикасында сатуға мүмкіндіктері бар, өндіріп беруге. Құрылтайшы өзіңіз? Құрылтайшы басқа жігіттер, мен авторы. Сол осы жобаның авторымын. Соның өзімен де инженерлік сала болғаннан кейін жаңағы осының қалай құрастырып, қалай жұмыс істеу мәселелерін бәрін жобаларын жасаған, соның авторымын. Төрегелді Оразалыұлы енді осы бір техникалардың зиянкестермен күресте таптырмайтын құралға айналатындығы белгілі болып отыр. Бүгінгі таңда осыған арнап шығарылып отыр. Жалпы енді сіз осы зиянкестермен күресте биылғы жылы мынау шегіртке болсын, шіркей болсын, басқасында болдыңыз, өзіңіздің кеңесіңізді беріп жүрдіңіз. Жалпы облыс деңгейінде бір айтылады, енді 3 есе белгіленген аумақтан артық өңделді деп айтылып жатыр. Алдағы жылдарда осындай техникаларды игеру есебінен осы бір мәселенің шешілуі мүмкін бе? Жылдан жылға аумақ үлкеймей ме бұдан кейін? Өзім негізі ауыл шаруашылық министрлігінде сол эксперттің группа дейміз, топтың мүшесімін. Сол жерде осыдан 2-3 жыл бұрын өзіміздің ұсынысымызды айтқанбыз. Бұрын кездерде мәселен бір жұмысты атқарушы 5 өнім беруші керек. Біреу техника алып келеді, біреу дәрі алып келеді, біреу оны тасымалдайды, біреу оны сақтайды, тағы біреу оның соңында жаңағы залалсыздандырады деген мәселе ғой. Осының бәрін біз біріктіру ұсынысымызды айтқанбыз, ол қолдау тауып, пилотный проект Түркістанда өтті, және де басқа өңірлерге де келесі жылдан бастап қолданылады деген шешім қабылданып отыр. Оны азайту мәселесіне қарағанда, енді бұл бір табиғи жәндік деп санаса, табиғаттың құбылысына байланысты көбейіп азаятын, өзінің шектен шығатын және шекте тұратын уақыттар болады. Ол біздің осы соңғы 20 жылдағы анализ жасағанымызда ол бұлай бірде көтеріліп, бірде түсіп отырады. 5-7 жылда ол бір не береді, жоғары дәреже жетеді, қайтадан түсіп, 0-ге дейін түсіп кететін жағдайлар болған. Осы өңірде бір кездерде 6000 гектар ғана өңделген жер болған. Биылғы өңделген жерлеріміз миллионға жетіп отыр, былай қарасаңыз. Ол бір сондай табиғи құбылысқа байланысты мәселе. Әрине, жаңа сіз айтып отқаныңыз 3 есе көбейді дейді, басқа дейді, бірақ әкімшілік тарапынан, ауыл шаруашылық министрлігі тарапынан жұмыс өте жақсы ұйымдастырылып, уақытысында шешім тауып, уақытысында шегірткенің басын қайтарып тоқтатты. Оған өзіміздің осындағы азаматтарымыз, өзімде қатыстым, өзімде сол спонсорлық мәселелерді атқарып, бас көтеретін азаматтардың бар сол жерге қатысы бар. Өз дәрежелерінде өз көмектерін беріп, шегіртке уақытысында жойылды деп айтуға болады. Яғни осы өңдеу шараларына да демеушілік көрсеттік. Тікелей көрсеттік. Демеушілік төңірегінде өрбітсек енді аға, өзіңіз енді көп жерде демеушілікті жасап жатасыз, тұрғын үйде сап береді екенсіз. Өз ауылыңыздан жалпы жағдайы төмен мұқтаж отбасыларға негізгілерін айтып өтсеңіз, халық та білсін, ел де білсін. Жалпы сіз өз есебіңізден осы 7-8 шақырылымда енді ол мектепке жол акцияларын, ол маусымдық жұмыстарды былайынан қойғанда сіздің үлкен жоспарларыңызды бір халық білсе деймін. Енді негізі біз өзі мұсылман болғаннан кейін мұсылман халқында, мұсылманның бір ұстанымында, оның бір өзінің беріп отқан зекетіңді жария етіп, немесе оны бір мақтанышқа салуға болмайды. Бірақ енді ел айтып жатқаннан кейін сіздер де құлаққа қас қылып жүрсіздер ғой. Ондай нәрселер бар, жасалып жатыр, өз дәрежесінде, өз деңгейінде. Енді Алла тағала бір жақтан беріп жатса, оны біз арқылы бөлісін деп беріп жатқан шығар. Сондықтан соған дайынбыз әрқашан. Ол халықтың жаңағы Алладан баға беріледі деген ниеттеміз ол туралы. Өзіңіз депутаттықтан өзге, осы партия жұмысынан өзге, қоғамдық жұмыстың сан саласынан атқарып жатқан жұмыстарыңыздан өзге, мынау кәсіпкерлік саласында өзіңіз айтып жатсыз ғой, ilgari жұмыс жасап жатсыз. Қанша азаматты жұмыспен қамтып отырсыз бүгінгі таңда? Тікелей айтсақ, сол 1000 адамның төңірегінде бар ғой Қазақстан Республикасында. Құдайға шүкіршілік деп айтайық, сол азаматтарым бірге бір салада, әртүрлі салаларда бірге жұмыс істеп жатырмыз. Олар осы біздің
жобалардың арқасында өз нәпақаларын тауып, семьяларын бағып, өз үлестерін қосып жүрген азаматтар бар. 1000-ға жуық бар. Жоспарыңыз көп пе әлде де? Қандай жобалар жүзеге асырсам деген ой бар сізде? Әлде де бар, бірнеше жоспарлар бар, инвесторлар бар. Олармен енді келешекте үлкен жобаларды іске асырып жатсақ, сіздермен бөлісіп, осындай бір халықпен бөлісіп, жастарға тәрбие беріп, жаңа кәсіпкерлер ары қарай үлгі болсын деген ниетіміз бар. Ең жиі шетелге сапарларға шығатын депутаттың бірісіз. Әрине ол жұмыс барысымен, елге инвестор тарту мәселесімен, сіз енді техникалардан өзге де бір жобаларды жүзеге асыру ойда бар ғой сонда? Жаңағы жүгері өңдеу мәселесін талқылап жатырмыз. Мақтаның жаңағы жақсы ұрығын Қазақстан Республикасына әкеп, оны жаңағы арзан шаруаларға ұсыну мәселесін, мынау кен мәселелеріне инвесторлар алып келіп жатырмыз. Кенді игеру, оларда келіп, сол саладағы жігіттермен таныстырып, ары қарай біздің Қазақстан Республикасына әйтеуір бір тамшы болса да тамсын деген ниетпен жұмыстар атқарып жатырмыз. Машиностроениеміз бар, мынау жөргек бар, және де қазір мынау мақтаның өңдеу мәселесіне, жүгерінің өңдеу мәселесіне қарастырып отырмыз. Одан да бөлек тағы бір мал шаруашылығына мынау жаңа тұқымды алып келіп, етті көбірек беретін, аз уақытта тез семіретін, өнімді, ет өнімін жоғары беретін бір малдардың породасы болып отыр. Соларды талқылап жатырмыз. Онда келешекте бұйыртып жатса кетіп қалар. Жалпы ауыл партиясы болғаннан кейін, ауыл шаруашылығы болғаннан кейін, онымен біздің әрбір сала біз үшін қызық. Біздің жігіттердің бәрі сол ішкен асын жерге қойып, сол салада жанып жұмыс істеуге дайын ғой. Төрегелді Оразалыұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы ауқымды жұмыстардың сәтті жүзеге асуына тілектесіміз. Сіздерге де рахмет, сәтті болсын. Еліміздің проблемаларын көтеріп, еліміздің мәселелерін көтеріп, талқыға салып жүрген сіздер сияқты азаматтар туы биік болсын. Біргелесіп жұмыс істеуге дайынбыз.